Қанның қоюлануы адам ағзасына түрлі дерттерге душар етуі мүмкін. Қанды қалыпты жағдайда ұстап тұру мен қан сұйылту тәсілдері туралы пайдалы кеңестерімді тыңдаңыздар. Армысыздар, құрметті тыңдармандар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода қанның қоюлануы, қанды қалай сұйылтамыз, қан қойылған кез қандай ауруларға душар боламыз, осының себеп салдары туралы айтамын. Қанды сұйылтқан кезде қандай шөп шайларды ішуге болады, қанды сұйылтатын кезде қандай дәрілер ішуге болады, қандай дәрілер ішпеу керек, осылардың барлығы осы видеода толығымен айтамын. Видеоның соңына дейін қараңыздар, сіздерге пайдалы болатынына сенімдімін. Менің арнама тіркеліп, подписация кнопкасын басып, лайк батырмасын басып кетіңіздер. Сіздердің болмашыған әрекеттеріңіз маған шабыт береді. Қан ағзадағы ішкі сұйық ортаның бірі. Қанның құрамында негізгі 3 элемент бар. Ол эритроциттер, лейкоциттер және тромбоцит. Эритроцит оттегіні тасымалдаса, лейкоцит микробты өлтіреді, ал тромбоцит қорғанысқа жауап береді. Қанды ұйытуда осы тромбоциттердің жұмысына тікелей байланысты. Мәселен, сіз жарақат алсаңыз, жарақат алған кезде қанайды. Қанды тез арада қойылтып, қанды тоқтату үшін осы тромбоциттің көмегі қажет болады. Мұның адам өміріндегі маңызы өте зор, себебі жарадағы қан ұю арқылы ағзаны қансыраудан сақтап қалады. Алайда тамырдың ішінде қан ұйып қалатын жайттар да орын алып жатады. Қан айналым жүйесіне кері әсер етіп, адам өміріне қауіп төнеді. Көбіне үлкен кісілер қан сұйылту үшін дәрігерлерден аспирин, кардио, тромбаз, тағы сол сияқты дәрілерді ішу керектігін айтып, оны үнемі қабылдап отырады. Бұл дәрілердің қайсысы болмасын, ұзақ ішіп, оны қабылдауымызға болмайды. Асқазан мен адамның іш құрылысы түрлі органдарына кері әсерін тигізеді. Әсіресе гастрит, ойық жаралар пайда болған кезде кері әсерін тигізеді. Аспирин осы секілді қанды сұйылтатын дәрілерді үнемі ішетін адамдарда гастритті және жараны қансырауды, қан кетіруге қауіп төндіреді. Осы дәріні үнемі қабылдау өте зиян болып келеді. Бұл туралы толық видео алдыңғы видеода асқазанның ойық жаралары мен асқазан аурулары туралы өте пайдалы, құнды ақпараттар айтылған болатын. Сол видеоны қараңыздар, осы видеоның астына сілтемесін қалдырып кетемін. Міндетті түрде қараңыздар, ол кез келген адамдарда қазіргі 90% асқазан ауруы кездеседі. Сондықтан видеоға қарап, сілтемені басып қарасаңыздар болады. Кей кездерде адамдар алкогольді ішімдіктер қан сұйылту мақсатында, көбінесе адамдар алкогольді ішімдіктерді ішіп жатады. Ол қанды сұйылтады деген ниетпен ішіп жатады. Алкогольді ішімдіктер болса, қанды сұйылтып, қайтадан бұрынғы қалпына келтіреді. Тамырлардың ішіне тромбтардың пайда болуы мүмкін. Егер қан сұйық болса, ұю процесі ұзаққа созылады. Ондай жағдайда жарақат алған адам көп қан жоғалтуы мүмкін. Ал қан қою болса, адамның есту және көру қабілеті нашарлап, буын аурулары пайда болады. Басы ауырып, аяқ қолын басқару қиынға түсуі мүмкін. Қанды қалай жылдам сұйылтамыз? Судың қан сұйылтуға пайдасы көп. Таза су алғашқы медицина кіршіксіз мөлдір сұйықтыққа бар тіршілік тәуелді. Сусыз өмір жоқ. Барлық тіршілікке нәр беретін судың адамзат өміріне алатын орны ерекше. Таңертең ұйқыдан тұра сала таза су ішіңіз. Талай аурудың алдын аласыз. Егер қан сұйылтуда дәрілерді ішкіңіз келмесе, сіздерге дәрісіз өзге де тәсілдер бар екенін айтқым келеді. Бірінші әдіс өте қарапайым, қанды судың көмегімен сұйылтуға болады. Жалпы адамдар өте аз көлемде су ішеді. Ал ағзада судың көлемі аз болуы қанның қоюлануына әкеп соғады. Қан сұйылту үшін адам тәулігіне 1,5 литр таза су ішу керек. Ғалымдарда көпшілік арасында 3-4 литр су ішу керек деп жатады. Ол дұрыс емес. Адамға күніне 1 немесе 1,5 литр су ішсе, сол жеткілікті болады. Бұл таза су болуы керек.
сіздің ішкі шай, кофе, шырын секілді жалпы сұйықтығыңыз саналмайды. Егер сұйық су ішкіңіз келмесе, үй температурасындағы жылы суды ішуге болады. Таңертең ұйқыдан оянғаннан кейін міндетті түрде аш қарынға бір стақан су ішуден бастаңыз. Екіншіден, мысалы кофе мен алкогольді ішімдіктерді аз қолдану керек. Кофені көп ішетін болсаңыз, ол қанды қоюландырады, арақ, шарап та қанның қоюлануына әкеліп соғады. Олар қан тамырларын атеросклероз пайда болады. Тұздалған көкөністерді де көп мөлшерде көп жемеу керек. Кептірілген қышқыл тағамдарды да адам ағзасына зиян. Сондықтан да оларды белгілі мөлшерде ғана қолданған дұрыс. Қимыл әрекет жасау, спортпен шұғылдану, жаяу жүру, жайлап жүру мен жүру, жатар алдында таза ауада серуендеу сіздің ағзаңызға өте пайдалы. Қанды дәрілік шөптердің көмегімен де сұйылтуға болады. Адам ағзасында қан сұйылтуда өсімдік қоспаларынан әзірленген тұнбаларды ішкен жөн. Адам баласы өсімдіктерді сонау көне дәуірлерден бастап күні бүгінге дейін қажетіне жаратып келеді. Әсіресе халық емшілерінде емдік шөптер таптырмас дәрі-дәрмекке айналған. Елімізде статистикалық мәліметтерге сүйенсек, шамамен 6000-ға жуық өсімдік түрі бар. Соның 500-ге жуығы дәрілік заттары алынады. Көбінесе кейбір адамдар шөпті жеңіл санап дұрыс ішпейді. Себетте шөпті де дәрі санайды. Егер шөпті дұрыс біліп ішпесе, керісінше әсер етуі мүмкін. Қанды керісінше қоюландырып жіберуі мүмкін. Қанды сұйылтуға 2 түрлі шөп бар. Бал нәрлі хош иісті өсімдік, түйе жоңышқа және ақ талдың қабығы. Екеуі де біздің елімізде дәріханалардан алып, қолдану тәсілі бойынша дайындап ішуге болады. Бұл дәрілердің шөптері 3 апта ішінде жеткілікті, 4 айдан кейін қайталауға болады. Ақжелкен өсімдігін әдетте салаттардан тағамдарға, басқа тағамдарға әдемі етіп көріну үшін қосып жатамыз. Жарты кесе ақжелкеннің құрамында күнделікті нормадағы А дәруменінің 100%, В дәруменінің нормадағы шамамен 10% және С дәрумені күндігіне керек болатын 50% болады екен. Екіншіден, қант диабетіне шалдығу қаупі бар адамдарды қауіпті төмендетеді. Сонымен бірге жүрек саулығын жақсартады. Ақжелкен фолий қышқылының қайнар көзі болып табылады. Ал ас көп болса, тағамға ерекше дәм беретін өсімдіктердің бірі. Ол жұқпалы аурулар кезінде ұйқы бұзылғанда жақсы көмектеседі. Қан қысымын төмендетіп, жүйке жүйесін тыныштандыратын қасиеті бар. Енді қан қоюлануы қандай себептерден қан қоюлады? Қоюлану себебіне күйзелістің де әсері бар. Күйзеліс адамның жұмыстағы қарым қабілеті мен айналасындағы өзара байланысына, өмір сүру сапасына айтарлықтай әсер етеді. Депрессияның ең ауыр формасы адамның өзін-өзіне қол жұмсауына дейін алып келуі мүмкін. Сонымен қатар, күйзеліс қанның қоюлануына үлкен септігін тигізеді. Өмір болған соң күйзеліс болмай тұрмайды. Күйзелістен алу үшін тыныштандыратын шөптер, шөп, тау жалбызы және долана тұнбаларын ішіп отыру керек. Шүйгін шөптің тұнбасы жүрек қан тамырларын жақсартуда, нерв жүйелерін емдеуде пайдаланылады. Ал долана жүрекке қан апаратын қан тамырлары мен ми қан тамырларын кеңейтіп, жүйке жүйесін тыныштандырады. Долана жемісі жүрекке аса пайдалы. Жүректің жұмысын қалпына келтіріп қана қоймай, ұйқыңызды тыныштандырады.
долананың, бірақ қан қысымы төмен адамдарға долананы қолдануға болмайды, және де асқазан ауруын қоздыруы мүмкін. Долананың қайнатпасы мен тұнбасын аш қарынға ішуге де болмайды. Ағзаға су дұрыс сіңуі үшін ішекті дұрыс қалыпқа келтіру керек. Көбінде адамдар шөлдеп тұрса да суды ішкісі келмейді. Неге? Өйткені су іше сала артынша кіші дәрет мазалап, зармен бірге шығарып тастаймын деген шағымдар айтылады. Яғни бұл жерде ішекке түскен инфекция лимфа арқылы қуыққа түседі. Қуыққа түскен инфекция циститке әкеледі. Цистит жиі мазалай берсе, қуықтағы инфекция бүйрекке барады. Осылайша бір-бірінен инфекция жалғасып, ағзаға су дұрыс сіңбейді, ішкен суымыз тез арада сыртқа шығып кетіп отырады. Сондықтан да су ішудің ережесін сақтап жүрмін, бірақ қаным қою болады, қан сұйылмайды, судың көмегі маған тимейді деген бұл теріс ұғым болады. Иммунитеттің 90% ішекте. Бұл туралы менің алдыңғы видеомда өте жақсы түсіндірілген. Осы видеоның астына сілтемесін қалдырамын. Қарап, түсініп алыңыздар. Цистит, ол қуыққа түскен инфекция қалай болады, барлығы сол жерде түсіндірілген. Бұл жерде мен сіздерге айтып, уақыт шектеулі. Менің айтқан кеңестерім сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Менің арнама тіркеліп, подписаться кнопкасын басып, лайк басуды ұмытпаңыздар.